Қайырлы күн қыздар, бүгін біз сіздермен бірге ауызашарға осындай қолдың кеспесін дайындауды үйренетін боламыз. Мен бұл рецепті бұрыннан пайдаланамын, сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті заттар жуа, ет, сәбіз, картошка қажет болады. Қызып тұрған қазанымыздың ішіне алдымен майымызды салып, одан соң етімізді салып жақсылап қуырамыз. Етті жақсылап қуырып болғаннан соң ұсақтап туралған жуамызды саламыз. Жуаны қатты қызартып алуымыз керек, достар. Сонан соң сәбізіміз бен картопымызды салып жақсылап қуырамыз. Бұл тамаққа өздеріңіз қалаған спец түрін қолдануларыңызға болады. Мен қара бұрышты қолдандым. Сонан соң тұзды сеуіп, жақсылап тағы да қуырамыз. Мен мұнда три желанияның томат пастасын қолдандым. Сіздердің үйлеріңізде қызанақ бар болса, қызанақты қолдануларыңызға да болады. 2 шай қасықпен томат пастасын салып, жақсылап қуырамыз. Тамақты қуыру барысында томаттың қатты қуырылғаны өте маңызды, сондықтан су құюға қатты асықпаңыздар. Томатымыз жақсылап қуырылып болғаннан соң үстіне суымызды қойып, лавровый листті салып, жай отта қайнатамыз. Ендігі кезекте кеспе жасаймыз. Оған бізге 1 жұмыртқа, тұз және де 100 грамм ұн қажет болады. Осылайынан жұмыртқамызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Осындай тығыз, қатты болып илену керек. Бетін жауып 15 минутқа тұндырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң қамырды тағы илеп 15 минутқа тұндырамыз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Енді жаю процесіне келеміз. Алғашында ұнды көбірек сеуіп, осылайынан ретке келтіріп жаямыз. Дәл видеода көрсетілгендегідей қамырдың ортасын көп баспай, 2 жағын көптеу басып, қамырымызды үлкендеу етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Кесілген қамырларды бір-бірінің үстіне қойып, орап шығамыз. Оралған қамырымызды дәл видеодағыдай осылайынан жіңішке етіп кесіп аламыз. Мінекей біздің кеспеміз дайын болды. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салуымызға болады. Мінекей қайнап тұрған сорпамыздың үстіне саламыз. Мен жарты бөлігін ғана қолдандым. Жарты бөлігін мұздатқышта сақтап қойсаңыздар да болады. Кеспемізді салып болғаннан соң қыста қатырылған болгарский перецімізді саламыз. Бетіні жауып, жай отта 5 минут қайнатсаңыздар да жеткілікті. Мінекей біздің кеспе көжеміз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш, менімен соңына дейін болғандарыңызға алғысым шексіз.